Қайырлы күн достар, бүгін сіздермен осындай өте дәмді саңырауқұлақ қосылған ерекше құйрық лағман жасауды үйренетін боламыз. Ол үшін бізге керегі ет, пияз, пекин капустасы, петрушка, тәтті бұрыш және де саңырауқұлақ керек болады. Ең бірінші кезекте етімізді жақсылап тұрып, жапырақтап, осындай кесек-кесек етіп турап аламыз. Барлық ингредиенттерімізді кезекпен-кезек турап шығамыз. Болгар бұрышында осындай бір көлемде тураймыз. Мінекей пиязымызды да тураймыз, пиязымызды да жалпақ етіп тураймыз. Барлық ингредиенттердің көлемі бірдей болу керек. Мінекей саңырауқұлағымызды ортасынан бір бөлеміз де тура осылай көлемде тураймыз. Келесі капустамызды да тура солай етіп турап шығамыз. Мінекей барлық керек заттарымызды турап алғаннан кейін енді қамырымызды илеуге көшеміз. Тұз салынған жылы сумен өте қатты емес, жұмсақ емес, орташа көлемде қамырымызды илейміз. Илеп болған қамырымызды жылы жерге тындыруға жібереміз. Біз оған дейін подливімізді дайындаймыз. Бірінші етімізді жақсылап қуырамыз. Қуырып жатқан етіміздің үстіне чесногымызды, пиязымызды қосып бірге қуырамыз. Үстіне туралған саңырауқұлағымызды қосып, етпен бірге жақсылап қуырамыз. Тәтті бұрышымызды қосамыз. Барлығын бірге майға қуырамыз. Үстінен туралған барлық капустамызды салып, тағы да 2 минуттай қуырамыз. Сосын үстіне томатный пастамызды қосамыз. Қуырылған ингредиенттердің үстіне тұзымыз бен суымызды құйып, 10-15 минутқа баяу отта пықтырамыз. Мінекей ұнымыздың да июі қанып, дайын тұр. Осылай бірнеше рет басамыз да жұқартып, пышақпен ұзын-ұзын етіп кесеміз. Мінекей кесілген бөліктерді осылай сұйық маймен майлап бір шетке қоямыз. Мінекей осы бөліктерімізді енді қолымызбен, алақанымызбен сықылау арқылы осылай жіңішкертеміз. Мінекей әр бөлігімізді осылай ыдысқа, тарелкаға жақсылап тұрып тіземіз. Тізгеннен кейін тағы да үстіне сұйық май жағамыз. Бұл сұйық май деген біздің қамырымызды жұмсақ және де созылмалы болуына септігін тигізеді. Барлығын осылай бірінен соң бірін жинаймыз. Мінекей барлық лағманымызды осылай қалыпқа келтіріп алдық. Енді бетінен пищевой пленкамен орап, жылы жерге тағы да иін қандырамыз. Мінекей подливіміз дайын болды. Енді үстіне петрушкамыз бен чесногымызды сеуіп, бетін жауып қоямыз. Мінекей июі қанған қамырымызды енді созуға көшеміз. Мінекей лағманымызды осылай созамыз. Еш үзілмейді, себебі бұл бағанадан жылы жерде тұрды және де сұйық маймен майланғандықтан. Мінекей барлық лағманымызды осылай созып алдық. Енді барлығын біріктіріп, осылай қолымызға орап созамыз. Мінекей столдың үстіне осылай қаттырақ орау арқылы жіңішкертеміз. Қайнап тұрған суға салып қайнатамыз. Арасын ашуымыз керек, қолымызда вилканың көмегімен.
мінекей піскен қамырымызды, лағманымызды суық суға салып арасын ашып аламыз. Мінекей енді ыдысымызға салып, үстіне подливымызды құйып, мінекей біздің лағманымыз дайын болды. Тура осындай гүру лағманды сіздер де үйде жасап көріңіздер. Соңына дейін көргендеріңіз үшін рахмет. Видеоны лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар.